ондай адам емеспін. Білмеймін не екенін. Камераны көрген кезде почему-то басқаша сөйлеп кетемін. Қайырлы таң. Сағат 7:30 болды. Мен балам тұрып алды. Өзінің ісін, жұмысын бітіріп, енді сүтін ішіп, қазір ұйықтайын деп жатыр қайтадан. Примерно 1 сағат қайтадан ұйықтап аламыз, 8-9-ға дейін. Сосын тұрамыз. Жақында осы квартираға көшіп келгенбіз. Ремонт әлі ештеңе жасалған жоқ, ештеңе алынған жоқ. Стол алуымыз керек, орындықтар алуымыз керек. Ешқайсысын әлі алған жоқпын. Мен есімім Ашибек. Көбісіңіз хейт жазып жатырсыздар. Әрине ол өте жаман деп ойлаймын. Қалай танымайтын өзге адамға сондай жаман сөздер жазуға болады? Өміріңде көрмеген, ол адамның жүріп көрген ізімен жүрмеген адамға қалай сіздер сондай жаман хейт жазасыздар? Мен білмеймін. Солай ешқандай таңғаламын болмай сондай адамдарға ше. Мен өз басым етіп жазбайды екенмін біреуге. И білмеймін, өзім жазбағаннан кейін өзгелерді жазбау керек сияқты деген ойдамын. Жасым 24-те, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен енді осылай сіздердің алдарыңызға көбірек шығуға тырысамын. YouTube каналымды жақсы жүргізуге, белсенді болуға тырысамын. Менімен бірге болыңыздар. Ондай адам емеспін. Білмеймін не екенін. Камераны көрген кезде почему-то басқаша сөйлеп кетемін. Мен осындай адам. Мен өмірде осылай сөйлеймін. Мына жақтағы камераға қарап тұрайын ба, өзіме қарап тұрайын ба, түсінбедім. Менің инстаграмыма, тиктогыма тіркеліп қойыңыздар міндетті түрде. Жақынырақ таныс болайық. Қазақ еліне бір блогер десең, онда 2 айлық баламен әйтеуір барынша жақсы контент түсіруге тырысамын. Енді балада кішкентай бала жатпайды, жылайды. Мен балам тек сүт еміп жату керек, немесе сүт ішіп жату керек, немесе оны көтеріп жүру керек, немесе оны ұйықтап жату керек. Осы 3 варианттың біреуі болу керек. Ол спокойно өзімен өзі жататын бала емес. Күнделікті тірлігімді де әйтеуір жүгіріп жүріп істеймін дейді. Тамағымда кейде күйіп кетеді, кейде тұзы көп болып кетеді. Әйтеуір күйеуіме рахмет, ешқандай да сын айтпай, үндемей, ащы болса да, тұщы болса да тамағымды дәмді деп жеп алады. Алдағы уақытта менде план, өте ауқымды план бар. Контентке байланысты мен бұйырса арықтайын деп жатырмын. Көп салмақ қосып алдым. Бірінші жүктілігіме қарағанда екінші жүктілікте көп салмақ қостым. Себебі нан мен майға қатты жерік болдым. Қазір де солай. Нан мен май болса болды, жеп отыра беремін. Сондай план болып жатыр менде. Арықтау челлендж дейміз, солай арықтайтын боламын. Сіздермен бірге күнделікті отчет жіберіп, күнделікті видео салып, солай құлақтан теуіп кетпейін енді. Болады ғой кейде. Бір қалай айтсам екен, көңіл қошың болмайды видео түсіруге. Балаң жылап, мазаңдалып, мазаң қашып, сондай кезеңдер болады. Бірақ барынша тырысамын енді күнделікті видео салып, жаңағыдай арықтап жатқан соң өзімнің нәтижелерімен сіздерге қыз келіншектермен бөлісіп отырғым келеді. Осылай өзімнің блогымды түсіріп жүремін енді. Постоянно өзіме блог түсірген, видео түсірген болады. Көп жалқауланам, істегім келмейді. Қазір неше түрлі приложениялар шығып кеткен, солардың бәрін меңгеріп біліп алу керек, қалай видео түсіру керектігін үйреніп алу керек толыққанды. Мен сіздерге профессионалды блогер емеспін, енді жарыққа шығып келе жатқан, деймін ба, өзім үшін жарыққа шығып келе жатырмын ғой енді, өзгелер үшін білмеймін. Мені қолдап кетіңіздер, көп сөйлеп кеттім ғой. Шашымды жайсам өзіме ұнап кетем бар ғой. Қатты ұнап кетем шашымды жайсам. Сосын күйеуімнің жұмысында соңғы бір 2 жыл, 3 жылда корпоратив болған жоқ, жаңа жылға байланысты.
қатты қаладым корпоратив болғанын. Ол кезде қолым өзімізде бір-ақ қызымыз, бір ғана бала болды. Ыңғайлы, ол да өсіп қалған, әйтеуір билеп көңіл көтеріп жүруге болады ғой. Кеше күйеуім келіп тұр, ертең осы жылы корпоратив болатын сияқты дейді ғой. Мә дегенсің ғой, артық салмақты жинап алдым от души. Қолымда 2 айлық баламмен қалай мен корпоративке барам деген сондай неше түрлі ойлар кетіп қалды. Енді артық салмақ бар екен деп, бала бар екен деп үйде қамалып отыра білмейміз ғой. Амалын тауып корпоративке бару керек. Маған больше мына жаққа қарап сөйлеген әчем. Мына жаққа қарап, мына жақта қарасаң өзіңді көрмейсің да, өзіңе қарап сөйлеген күшті. Әңгіме айтып отқан кезде балам ұйықтап қалыпты. Тез барып, қазір күйеуім обедке келеді. Түскі ас дайындап қояйын. Картопты осындай саңырауқұлақтармен бірге қуырғым келіп тұр. Біріншіден күйеуім өте қатты жақсы көреді, екіншіден өте дәмді бұл саңырауқұлақпен. Пока что бір қолыммен түсіріп тұрамын, бір қолыммен салып тұрамын. Штатив менде пока что жоқ. Бұйырса штатив алу керек. Мощный, сочный картошка. Мощный, сочный картошка.